Армардақты көрермен, Қазақстан ұлттық арнасының эфирінде Алтын қақпа лингвистикалық бағдарламасы. Сақтасаң өз халқыңның салтын сақта, жарқыра тіл қазына, алтын қақпа дей отырып, бүгінгі ойынымызға қатысушы екі топпен таныс болайық. Бірінші топ жас әншілер, ағайындылар тобы, Мәулен, Еркебұлан және Бауыржан. Қош көрдік. Екінші тобымыз біздің мұғалімдер тобы. Топ мүшелері Жазира Қойгелдинова, Раушан Тұрлыбекова, Мүслима Баймұратова. Қош келдіңіздер. Топтарыңыз қалай аталады? Не себепті ол атты таңдадыңыздар? Біз мұғалімдер тобы болғандықтан тобымыздың атын ғибрат деп атадық. Әрбір күніміз, әрбір уақытымыз, әрбір сәтіміз барша халыққа ғибрат берсін деген мақсатта ғибрат деп қойдық. Бәрекелді. Ғибратты ғұмыр иесі болайық. Ал енді жастарымыз, жалындаған жігіттер өз топтарына қандай атау таңдап алды екен? Ал біз қайда біліңіз? Мәге? Ағайындылар болған екен, ағайындылар деп. Топтың атын. Иә, қалдырамыз. Ойындағы топта да қалдырасыз. Қазақ бөлінбейік, ағайын болайық, ату болайық деген ниетте қойылған ат. Осы жерге де келіп тұрған сияқты. Тамаша, ендеше қазір мен екі топқа да ортақ бір жұмбақ жасырамын. Сол жұмбақтың жауабын кім бірінші табады? Бірінші ойынды сол бастайды. Ендеше, дайын болыңыздар. Сонымен мұқият тыңдаңыздар, бұл жұмбағымыз үнемі жүреді, бірақ орнынан қозғалмайды. Үнемі жүреді, бірақ орнынан қозғалмайды. Үнемі жүреді, бірақ орнынан қозғалмайды. Ол не болды мүмкін? Жылдам, кім бірінші басады, сол ойынды бастайды. Е, бірінші ғибрат тобы. Уақыт сағат шығар деп ойладым. Сағат, жауабы дұрыс. Білсекте жауап бермеді. Бізде не деген жүрек деймін да, мұғалімдерге қарсы ойнап жатырмыз. Жүрек кем. Не деген? Енді бәріміз де ұстаздың алдын көрдік. Бәріміз де сол ұстаздан білім алдық, дұрыс айтасыздар. Ұстазға құрмет көрсету, бұл болашаққа, біздің жастарымызға деген құрмет деп білемін. Рахмет. Ойын негізгі үш кезеңнен тас қақпа, күміс қақпа және алтын қақпадан тұрады. Әр кезеңде 4 сұрақ бар. Екі топ әр қақпадан өтірде 4 сұраққа алма кезек жауап береді. Яғни әр топқа 2 сұрақтан келеді. Сұрақ қойылған соң әуелі сол сауал бағытталған топ, одан кейін қарсы топ өз нұсқасын айтады. Егер екеуі де дұрыс жауап берсе, ұпайды сұрақты таңдаған топ алады. Егер сұрақ бағытталған топтың жауабы теріс болып, қарсы топтың жауабы дұрыс болса, ұпай сол екінші топқа кетеді. Әрбір дұрыс жауап 10 ұпайға тең. Бірінші кезең тас қақпада тұрақты сөз тіркестерін, яғни фразеологизмді қандай деңгейде білетіндеріңіз таразыға түседі. Екінші кезең күміс қақпада сирек қолданылатын, немесе белгілі бір аймақта ғана айтылатын сөздер жасырылады. Үшінші кезең алтын қақпадан өтірде көнерген сөздердің мағынасын табасыздар. Үш кезеңді де мол ұпаймен аяқтаған топ қосымша кезең алтын сандыққа жолдама алады. Тас қақпа. Дайын болсаңыздар, тас қақпаның бірінші сұрағы ғибрат тобына. Екі көзі құлағына жетті, екі саусағы екі құлағына жетті, екі езуі екі құлағына жетті, екі қасы екі құлағына жетті. Бұл жерде жеңіл сұрақ. Ойланбай жауап бересіздер ма? Ойланатынға жатпайды екен енді. Мұғалімдер болған екі езу екі құлағына жетті, қуанды мағынасы. Сіздер келісесіздер ғой, е? Келіспейміз. Жақсы, дұрыс жауапты көрейік. Қайда барамыз? Екі қойып қою мүмкін ғой, е? Екі езуі екі құлағына жетті. Қатты қуанды.
құтты болсын. Рахмет. Келесі сұрақ сіздерге қойылады. Ағайындылар тобы, мұқият болыңыздар. Жегенін мойнынан шығарды, жегенін желкесінен шығарды, жегенін шүйдесінен шығарды, жегенін арқасынан шығарды. Әне. Бұл жерде біз енді апайларымыз сияқты көп ойланбай-ақ айта берейік. Екінші нұсқа деп тұрмыз, жегенін желкесінен шығарды дейді. Неге олай дейді? Неге шүйдесінен, арқасынан, мойнынан емес? Желкесінен шығарады ғой енді. Жегізбеді дейді ғой. Желкесінен шығарды дейді. Тұрақты сөз тіркесі өзгермейді. Жақсы. Сіздер қалай ойлайсыздар? Келісесіздер. Дұрыс айтты. Дұрыс жауапты көрейік. Жеген желкесінен шығарды, сазайын тарттырды деген мағына береді екен. Жақсы, келесі тас қақпаның сауалы ғибрат тобына қойылады. Экранға назар аударайық. Жұмыртқадан уызын алған, жұмыртқадан үй салған, жұмыртқадан жүн қырыққан, жұмыртқадан көже пісірген. Қай тұрақты сөз тіркесі? Бұл тұрақты сөз тіркесі жұмыртқадан жүн қырыққан деген өте қу айлакер адамға байланысты айтылады. Солай деп ойлайсыз, е? Ал сіздер қалай ойлайсыздар, ағайындылар? Дұрыс. Келісіп тұрмыз. Қу айлакер адам ба жұмыртқадан жүн қырыққан дегеніміз? Жыланның аяғын көрген деген сияқты. Жақын болып тұр ғой. Иә. Барлығын білетін, ақылды айлакер деген жұмыртқада жүн жоқ қой негізі, е? Жоқ нәрсені қалай қырқады? Сондай бір аса пысық адам, е? Айлакер, қу, әккі адамды жұмыртқадан жүн қырыққан дейді. Дұрыс жауапты көрейік. Жұмыртқадан жүн қырыққан, қу, айлакер. тағы жұмысты болсын бізге. Осы тұста ұстаздарды кішкене сөзге тартқым келіп тұр. Қай мектепте мұғалім болып жұмыс істейсіздер? Қай пәннен сабақ бересіздер? Мен Қойгелдинова Жазира Нұрбеківна, Ильяс Жансүгіров атындағы 130-ші гимназияда қазақ тілін әдебиеті пәнінің мұғалімімін. Раушан? Біз Раушан екеуміз бір мектептен Ораз Жонбасов атындағы 105-ші гимназиядан қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімсіздер. Қазір сіздер үшін оқушыларыңызда, ұжымдарыңызда тақымын қысып, жангер болып отыр деген ойдамыз Алматы қаласынан. Келесі сауал ағайындылар тобы сіздерге қойылады. Экранға назар аударайық. Көзге кірпіктей қадалу, көзге теріскендей бату, көзге көрік орнату, көзге сүйел болу. Мұның қайсысы тұрақты сөз тіркесі? Төртіншісі. Көзге сүйел болу, е? Көзге сүйел болу. Көзге сүйел болмай, көзге күйік болмай деген сияқты бір сондай өзі бір. Ал сіздер ғибрат тобы? Біз ағайын тобымен келісесіздер, е? Жауабына қанағаттанасыздар ғой? Жақсы, онда жауапты көрейік экраннан. Көзге сүйел болу, жек көрінішті болу. Қадірі кету. Жеркенішті болу, көзге жаңа жек көріну деген сияқты мағынада. Деп ойлаймыз. Дәл қазір ағайындылар тобында 20 ұпай, ғибрат тобында 20 ұпай. Тас қақпамыз ашылсын. Қақпа. Бірінші ойынды бастаған ғибрат тобы тағы да сіздерден бастаймыз. Атым сөзінің мағынасы қандай? Надандық, атақ даңқ, жөн, рет, ыңғай, көмекші, қызметші. Ат болғасын даңқ, атыңды шығарам деген, е? Даңқ, атақ. Көмекші қызметшіге келмейді. Атым. Енді сөздің ат деген бір атым насыбай деп айтады ғой, мысалы? Иә, көңіл қалады дейді, бір атым насыбай. Бір жерде жоқ па көңіл қалады. Ат, даңқ. Раушан. Мен төртіншіге ойланып қалдымда атымтай жомарт деп елге көмек беріп, көмекші болған, қызметші. Кім жауап береді? Так. Екеуінің қайсын? Екеуің біреуін үшеуіңіз үш түрлі нұсқаға тоқтап тұрған сияқтысыздар. Ауызбіршілікпен бір жауапты таңдап жауап берсеңіздер. Атымтай жомарт. Атақ даңқ, көмекші қызметші дедіңіздер. Жөн, рет, ыңғай. Надандық, жөн, рет, ыңғай ма әлде? Менше үшіншіге
бағынамыз ба? Үшінші жөн рет ыңғай деген келетін сияқты. Не ғой? Менше үшінші Давай. нақты жауабы болады деп ойлаймын. Не себепті?